Сәлем баршаңызға, сіздерге тәтті әрі жұмсақ болып шығатын булочканың рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге соңына дейін қараңыздар. Видеоның астында толық рецепт жазылған. Ыдысымызға сүт, қант, дрожж салып араластырамыз. Араласып болғаннан кейін бір жұмыртқамызды салып, одан кейін бөлме температурасында майымызды саламыз, бәрін бірге араластырамыз. Жақсылап араласқаннан кейін өлшенген ұнымызды сеуіп, қолымызбен илейміз. Осындай тесті болып шығу керек. Көтерілгенше бетін жауып жылы жерге қоя тұрамыз. Оған дейін начинкасын істеп аламыз. Оған керекті ыдысымызға творогымызды, қантымызды, жұмыртқамызды және қаймағымызды, лимон цедрасын салып, бәрін бірге жақсылап біріккенше араластырамыз. Осындай масса болып шығу керек. Одан кейін тестіміз көтеріліп, екіге бөлеміз. Домалақтап алып, оқтаумен ысып, формамызға келтіреміз, видеодағыдай. Формамызға келтіргеннен кейін манағы начинкасын осылай салып, шығып, ораймыз. Формамызға келтіргеннен кейін противенімізге салып, бетін жауып қоя тұрамыз көтерілгенше. Көтерілгеннен кейін жұмыртқаның сары мен сүтті құйып, осылай бетіне жағып шығамыз. Алдын ала пешімізді қыздырып, 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікір жазып кетеміз. Ас болсын, сау болыңыздар.